Қайырлы күн, мен сіздерге бүгін Сублар компаниясының өнімдерінен бір емес бірнеше результат алғанымды айтқалы отырмын. Мен 22 жылдан бері менде куча букет десем болады, ауруым болатын, мен осы бір жаңағыдай устап дәрі ішкеннен менде онкология щитовидной железы болды. Менде жаңағыдай дәрін ішіп жүріп, маған тағы давление қосылды. Дәріні устап ішіп жүрген кезінде, о давление менен екеуінің дәрісін ішіп жүрген кезінде маған псориаз пайда болды, артроз пайда болды. Міне өйстіп жүрген кезімде мен біреуден естідім, осы биологиялық белсенді қоспадан керемет результат алдым онкологиядан деп. Дәрімнің барлығын жиып алдым да лақтырып жібердім. Өйткені онкологиядан менің отбасымнан бір емес 3 адам кетті. Ешқайсысы да емделген жоқ. Сол себептен мен шешім қабылдадым да дәрінің бәрін алып лақтырып жібердім. Міне сол 2022 жылдан бері қарай мен биологиялық белсенді қоспаны қабылдап келе жатырмын. Мен атын атап түсін түстемей қояйын, біреуінен результат алдым, біреуінен алмадым. Бірақ мен осы Сублар компаниясындай результатты өте тез алған жоқпын еш жерде. Менде қанша ішсем де осы шынтағымдағы псориазым еш уақытта кетпейтін. Мен осы кейбір адамдар 3-ақ күнде результат алдым деген кезде өзім аңтаң қалатын, қалай өйтіп айтуға болады? Ол деген 3 күнде результат бермейді ғой деп. 3 күнде міне өзім результат алдым. Сублар компаниясының өнімін іштім. Аузым ораза, таңертең осы қара балдан бір қасығын ішем. 3-ші күні менде мына псориазымның бетіндегі қабыршақтың бәрі түсіп алды. Сенесіздер ме? Мен өзіміз, менің отбасымның бәрі де аңтаң қалдық енді, былайша айтқан кезде. Содан бастап мен осы компанияның өнімін іше бастадым. Қазір айтайын деп отырғаным, бұл тек қана бір ауруыңыз емес, бұл бүкіл ағзаңыздағы аурумен жұмыс істейді. Мына екеуін ішіп, қазір менде гемангиома бар тағы, межпозвоночный. Міне бізде Геннадьевич айтады ғой, обострение бірінші мынау омыртқа аралық ауыр металдарды шығарудан бастайды деп. Мен өзім ойлаймын, сол ауыр металдардан менде жаңағыдай псориаз пайда болды ма екен деп. Соны выводить еткеннен шығар. Қазіргі таңда менде мынау буын ауруларыма мына осы екеуінің, осы үшеуін қосып ішіп, мынандай су, коллоидный су ішіп жүрмін. Керемет результат. Буын, артрит, артроз алған адамдар обязательно ішіңіздер. Бұл өнімді сіздерге ішуге мен кеңес беремін.